Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен жастарға сенемін деген сөзін өздеріне ұран еткен Самұрық Орда шығармашылық орталығының жастары сіздермен бүгін. Самұрық Орда шығармашылық орталығының негізгі мақсаты қазақтың өнер мәдениетінде жүрген тарлан дарабоздарының бойындағы өнерін халықпен қауыштыру және қазақ сахарасында жүрген бойында тұнған таланты бар дарын иелерін сахарадан сахнаға шығарып, солар арқылы қазақтың өнер мәдениетінің дамуына өз үлесімізді қосу. Атап айтатын болсақ, біздің құрамымызда Қазақстан Республикасының ең жас мәдениет қайраткері, әнші, сазгер, талантты музыкант Ершат ағамыз. Сонымен қатар халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Жас қанат байқауының бас жүлде иегері, дәстүрлі әнші, ұлағатты ұстаз, бұлбұл әнші Эльмира Төлеубай, Қазақстан Республикасында өткен дәстүрлі әншілер байқауының бас жүлде иегері, діни әндер байқауының бас жүлде иегері, әнші, күміс көмей, жезтаңдай әнші Аслан Мұхамедияров, қазақтың патриоттық әндер композиторы, әнші Жанатқазы Дәмелғазы, Қазақстан Республикасының жарық жұлдызы, эстрада әншісі Әсел Сәметаева, және де арқаның сал серілерінің көшін бастап жүрген Айтқазы Дәмелғазы, Нұрғанат Жақан, Азамат Қадыл, Ерсайын Дәрібаев сынды өнерпаздарымыздың әндерін әрлеп, шығармашылығын шыңдап отырған күйші сазгер Астана қаласында Ислам ағамыз бар, Алматы қаласында Амангелді ағамыз бар. Мінеке осындай өнерпаздардың көшін бастаған Самұрық Орда шығармашылық орталығы жақын арада сіздермен сахнада қауышатын боламыз. Сіздердің орталарыңызда ақын, әнші, композиторлар бар болатын болса, бізбен хабарласыңыздар. Сіздердің шығармашылықтарыңызды халыққа жеткізу ол біздің міндетіміз. Сіздермен болған Самұрық Орда шығармашылық орталығының директоры Мырзақұл Нұрболат Серікұлы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.